Киров көшесі бойындағы Дасафтағы су басқан үйлердің иелері баспаналарын қалпына келтіруге жақын арада компенсация алатын болады. Ал зиян шеккендерге жаңа тұрмыстық техника алынып, өзге де шығындары компенсацияланады. Зиян көлемін бағалау жөніндегі арнайы комиссия өз жұмысын аяқтап қалды. Естеріңізге саламыз, 8 желтоқсан күні түнде Харюзовка өзенінде Харюзовская ГЭС-ындағы судың ағызуы және қардың қатпарлануынан су деңгейі күрт көтерілді. Нәтижесінде 6 аула аумақтарын және Дасаф ауданының 3 жеке меншік үйлерін су басты. Төтенше жағдайлардың салдарын жоюға барлық күштер мен құралдар жедел жұмсалды. Ал облыс әкімі орнына келген Ермек Көшербаев болған оқиғаның себеп салдарын анықтауды, зиян шеккен тұрғындарға тиісті көмек көрсетуді, комиссия құруды, келтірілген зиян орнын толтыруды және бағалауды тапсырды. Когда это случилось, к нам приехал аким области. Осы жағдай орын ала сала бізге облыс әкімі келді. Ол көктемді күту керек, содан кейін қандай бір қираулары көріне бастаған соң бір жағына шығарамыз деп уәде етті. Әрине, оныкі дұрыс. Өйткені мен өзім құрылыс компаниясында жұмыс істегенмін, жақсы білемін. Сметасын жасап қойған, барлық соманы есептеген, бірақ ол сома жөндеу жасауға жетпейді. Ерлі зайыпты акулининдар оларға су басқан көліктердің жөндеуіне, шөп сатып алуға және өзге де шығындарға төленеді деп үміттеніп отыр. Бірақ ең бастысы, жаздың ішінде су басудан зардап шеккен үйді қалпына келтіріп үлгеруге үміттенеді. Вот мы разговаривали, сказали, что Біз сөйлестік, құрылыс ұйымымен келісіп қойдық деді. Ол құрылыс ұйымы бізге қажет материалдардың тізімін береді, немесе өздері сол тізіммен әкеледі де жөндеуді жасайды. 2 күн бұрын Киров көшесі тұрғындарын қалалық әкімдікте жинап, ЛКГС жауапкершілігі шектеулі серіктестігі өзіне зиян шеккендерге компенсация төлемі бойынша міндеттемелерді алатыны туралы хабарлаған. Қазір тұрғындар ақаулық ведомостармен танысып, өз ұсыныстарын және ескертулерін ендірді. За мебель нам ущерб, мы согласны. Бізге жиһаздың, тұрмыстық техниканың, тоңазытқыш, кір жуғыш машина, телевизордың құнын төлеуге келісті. Ал жөндеуге қарсы, өйткені ол тым қымбатқа шығатын көрінеді. Жеке менің үйіме 1 500 000 жөндеуге кетсе, мысалы, біз жазғы ас үй немесе басқасына малға ақша сұрап отырған жоқпыз. Осы үйде тұра алатындай, сол үйді жөндеп берсе болар еді деп отырмыз. Кеше әкімнің орынбасарымен сөйлескенде, ол үйдің жөндеуіне қатысты қайта сөйлесеміз деген. Бір ортақ шешімге келерміз деді. Үйімізді жөндеп берсе, сонда тұра береміз деп жоспарлап отырмыз. Арнайы құрылған комиссия бағалау жұмысын аяқтап қалды. Су басқанда келтірілген зиян бойынша сметалық құжаттама өңделуде. Бұл комиссияның ЛКГС компаниясымен бірлескен ауқымды жұмысы. Постановлением акима города от 8 декабря 2023 Әкімнің 2023 жылғы 8 желтоқсандағы қаулысымен төтенше жағдайлардың алдын алу және жою жөніндегі комиссиясы құрылды. Комиссия тұрғындармен неше мәрте кездесулер өткізді. Қазіргі таңда комиссия жұмысы аяқталып қалды. Зиян орнын толтыруға байланысты тиісті сметалық құжаттамалар дайындалды. Зиян орнын толтыру жөніндегі қаржының негізгі бөлігі баспанаға жұмсалатын болады. Үйге, тұрмыстық техникаға, жиһазға қатысты зиян орны толтырылады. Жергілікті атқарушы орган тарапынан қажет жәрдем көрсетілетін болады. Құрылыс ұйымымен үйлерге қажет жөндеуді жасауға келісеміз. Жергілікті тұрғындар Харюзовка жағалауынан судың шығуы жағдайы үнемі қайталанатынын сөз етуде. Алайда өткен жылы желтоқсанда судың деңгейі дағдарыстық белгіге жетіп, жағадағы үйлерді басқан. Әкімдіктер жаздың соңында өзен арнасындағы өткізімдік қабілетті қалпына келтіру үшін тиісті жұмыстардың жасалатынына көндірді. Осындай төтенше жағдай тағы қайталанбас үшін.